Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарды дәрежелеу және де муавыр формуласын дәлелдеу. Ендеше сабағымызды бастайық. Әуелі комплекс сандарды дәрежелеу ұғымына тоқталайық. Мысалға, z комплекс санын n рет дәрежелеу дегеніміз z көбейтілген z көбейтілген z көбейтілген z осылай шексіз n рет көбейтілетін болса, онда бұл бізде z комплекс санның n-ші дәрежесі деп аталады екен. Енді осы дәрежені тригонометриялық түрге қалай келтіреміз, соған тоқталайық. Мысал ретінде мынандай бір тригонометриялық комплекс сан берілсін. r косинус фи қосылған и синус фи. Енді осы комплекс санды n рет дәрежелейік. Ол дегеніміз z n дегеніміз бұл жерде жаңағы сәйкесінше z-тердің көбейтіндісіне, яғни r көбейтілген косинус фи қосылған и синус фи. Сол сияқты r косинус фи қосылған и синус фи. Осылай шексіз көбейтіледі, соңында косинус фи қосылған и синус фи. Яғни жаңа комплекс санымыздың өзі тең болады. Бұл жерде радиус векторлардың көбейтіндісі жеке түрде алынады. Көбейту тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарды көбейтуді өткен сабақта айтқан болатынбыз. Сол бойынша сәйкесінше бұл n рет көбейтіледі. Ендеше бұл жаңағы радиус вектордың n-ші дәрежесі деп алсақ болады. Ал жақшаның ішінде көбейту формуласы бойынша біз білетінбіз аргументтерінің қосындысы болады бұл жерде. Яғни фи қосылған фи қосу фи, осылай бұл n рет қосылады. Қосылған и синус, бұл жердегі фиде n рет қосылады. Тең болады. Ендеше бұл жерден теңдік бізде жаңағы радиус вектордың n-ші дәрежесі, жақшаның ішінде косинус n фи қосылған и синус n фи деген осындай формула шығады екен. Бұл бізде муавыр формуласы. Және де бұл жердегі n деп отырғанымыз натурал сандарға тиісті. Оны қазір дәлелдеп көрсететін боламын. Біз муавыр формуласын қарастырғанда жаңағы дәрежемізді, яғни n деп отырған дәрежемізді нөлден үлкен бүтін сан және де нөлден кіші бүтін сандар және де нөлге тең деп үш жағдайда қарастырамыз. Соңғы екі жағдайда қарастырмаймыз. Тек бастапқы нөлден үлкен бүтін сандар, яғни натурал сандар деп қарастырамыз. Оның себебі бірінші бізде жаңағы n нөлден үлкен болғандағы жағдайын қарастырып кеттік. Енді екінші n тең нөл болғандағы жағдайын қарастыратын болсақ, бұл кезде жаңағы муавыр формуласын өзін жазайық. Косинус n фи қосылған и синус n фи. Енді осыған n-нің орнына нөлді қоятын болсақ, нөл дәрежесі комплекс санның және де r-дің нөл дәрежесі косинус нөл қосылған и синус нөл екендігі шығады. Бұл жерден байқап тұрсақ, бұл бізде бірді береді, комплекс санның нөл дәрежесі, және де r-дің нөл дәрежесі бұл да бірді береді, косинус 0 градуста ол 1 болады, қосылған бұл жерде 0, яғни 1 тең 1 екендігі шығады. Сондықтан біз n тең 0 деген бүтін дәрежені қарастырмаймыз. Енді келесі кезек үшінші бізде n 0-ден кіші болғандағы бүтін сандар. Бұл жағдайда
z-тің n дәрежесі z-тің минус m дәрежесі болады. Ал минус дәреже болғандықтан ол 1 бөлінген z-тің m дәрежесі болады. Енді бұл жердегі z-тің m дәрежесін дәрежелейтін болсақ, жаңа Муавр формуласы бойынша ол радиус вектордың m дәрежесіне жақшаның ішінде косинус m фи қосылған и синус m фиге. Ал алымында тұрған бірді біз ауыстыра аламыз. Жаңа көрсеттік. 0 дәреже болғандағы тригонометриялық түрдегі комплексан. Соны жасақ болады. Яғни бірді біз ауыстыра аламыз. Ердің 0 дәрежесі косинус 0 қосылған и синус 0 деп. Енді біз білеміз, комплекс сандарда бөлу амалын орындағанда бөлімінің түйіндесіне көбейту керектігін. Енді бұл жерден түйіндесіне көбейтетін болсақ, тең болады 1 бөлінген радиус вектордың m дәрежесі көбейтілген бөлімінде нақты сан шығатындығы белгілі, яғни бұл жерде косинус квадрат m фи қосылған синус квадрат m фи болады. Ал алымында екі комплекс санды көбейту ережесі бойынша көбейтетін болсақ, косинус аргументтерінен аргументін азайтатын болсақ, 0-ден m фиді азайтамыз, сол кезде минус m фи өзі шығады, қосылған и синус минус m фи болады. Енді бұл жерде бөлімі 1-ді беріп тұр. Ендеше 1 бөлінген ердің m дәрежесі жақшаның ішінде косинус минус m фи қосылған и синус минус m фи деген шығады. Тең болады. Тең болады. Бізде мынандай алмастыру жасасақ болады. Минус m фиді біз n фимен алмастырсақ болады. Яғни бізде бұрыштық өлшем тригонометрияда оң бағытта жүреді. Сол себепте жаңағы бағытты оң бағытпен алатын болсақ, бұл n фиға тең болады. Ендеше жаңағы 1 бөлінген ердің m дәрежесі деп отырғанымыз, ол бізде ердің минус m дәрежесі, ал ол дегеніміз жаңағы n бойынша алатын болсақ, яғни радиус вектордың n дәрежесіне тең болады. Ендеше бұл дегеніміз радиус вектордың n дәрежесі косинус n фи қосылған и синус n фи болады екен. Осымен біз үшінші жағдайды дәлелдедік. Яғни Муавр формуласындағы n-іміз тек натурал санға тиісті екендігін. Енді осы Муавр формуласына мысал есептер қарастырып көрейік. Бірінші мысал. Мысал ретінде z тең болсын 7 косинус пи бөлінген 5 қосылған и синус пи бөлінген 5 деген осындай комплекс сан берілсін, және осы комплекс санды 6-шы дәрежеге шығару керек. Ендеше біз Муавр формуласын қолданамыз. z6 тең болады 7-нің 6 дәрежесі болады. Косинус 6-ға көбейтетін болсақ, бұрышты 6 пи бөлінген 5 болады, қосылған и синус 6 пи бөлінген 5 болады. Неке бар болғаны осы. Екінші мысал, біз z тең болады косинус пи қосылған и синус пи деген осындай бір тригонометриялық түрде берілген комплекс санды алайық. Енді осы комплекс санды 3-ші дәрежеге шығар десе, онда біз бұны былай жазамыз. Бұл жерде байқап тұрсақ, радиус векторы 1-ге тең екен.
ендеше 1-ді 3 дәрежелейміз, көбейтілген косинус. Пиді 3-ке көбейтетін болсақ, ол бізде 3π болады, қосылған и синус 3π. Мінекей, муавир формуласы осылай қолданылады екен.